Қалайсыңдар оқушылар? Сендермен бірге Балжан апай бүгін дигибридті будандастыруға практикум жасаймыз. Яғни практика жүзінде есептер қалай шығарылады, соны қарастыратын боламыз. Так, бірінші есеп бізде не дейді? Шығу тегі белгісіз, сары бұдыр бұршақ егіліпті. Және осы даралар өздігінен тозаңданса дейді. То есть өздігінен тозаңдану деген осы сары бұдыр бұршақпен будандасады екеуі бірге. Сөйтіп ұрпақ аламыз. Соны өздігінен тозаңдану дейміз. Бұл жерде бізде сары және бұдыр дейді. Бәріміз білеміз, Менделдің заңдары бойынша үлкен А ол бізде сарыны береді. Кішкентай А ол бізде жасылды береді. Тура солай бұдыр бұршақ дегеніміз. Бұдыр бізде рецессивті белгі, кішкентай Б-мен белгілейміз. Барлық сары, жасыл, сары, бұдыр деген бұршақ туралы есептер келсе, біз дәл осы параметрлерді қолданамыз. Үлкен В ол бізде тегіс дегенді береді. Енді қарайық. Бізде сары әрі бұдыр бұршақ бар. Шығу тегі белгісіз. Бұдыр болса, демек бұл кішкентай В деген сөз. Мынандай әріп деген сөз бұдыр болса. Егер мынандай әріп болып кетсе, бұдыр бізде кішкентай белгі ғой. Егер екеуі осындай гетерозигота болатын болса, қасында үлкен В болған соң бұл бұршақ тегіс болып шығатын еді. Бірақ бізде бұдыр болып шығып тұр, демек екеуі де кішкентай В деген сөз. В деп аламыз, яғни кішкентай Влармен. Бұдыр бұршақ деп тұр себебі. Ал енді сары ол уже спорный. Себебі сары ол бізде мынандай әріп болуы мүмкін. Кішкентай қасында рецессивті белгі болса да, ол бәрібір сары болып шығады ғой үлкен әріп болғандықтан. Немесе мынандай болуы мүмкін. Екі белгіде бізде сары бұршақты береді. Бірақ біз білмейміз бұның қайсысы бізде екен. Бізде либо мынандай деген сөз бұл бұршағымыз. Енді біз не істейміз? Мүмкін болатын нұсқаларды барлығын болжап көр дейді. Біз не істейміз? Мына нұсқаны, одан кейін мына нұсқаны да шығарып көреміз. Так, кеттік. Дигибридті будандастыру кезінде, яғни екі белгісі бойынша разница жасаса будандарымыз. Мысалы, мына жерде түс деген бір белгі тұр, және пішіні, бұршақтың пішіні бұдыр ма әлде тегіс па? Пішін деген екінші белгі тұр. Яғни екі белгі бойынша біз будандастырып жатырмыз. Демек, бұл уже бізде дигибридті будандастыру деген сөз. Дигибридті будандастыру кезінде біз үлкен П-ні торын сызамыз. Үлкен П-ні торын сызамыз, мынандай үлкен етіп сызып аламыз. Және ода ішінде 5-5-тен ячейка шығу керек. 1, 2, 3, 4. Одан кейін бұлайынан тағы да 4 сызық сызып аламыз ішіне. Сонда бізде 1, 2, 3, 4, 5. Мына жағына да 1, 2, 3, 4, 5. 5 ұяшықтан шықты. Осындай үлкен П-ні торын сызамыз. Және бір жағына бір ата-анадан келетін, екінші жағына екінші ата-анадан келетін белгілерді орналастырып шығуымыз керек. Ол белгілерді қалай табамыз? Мысалы, егер біздің бұршағымыз мынандай деп санасақ, осының бірінші будандарын тауып көрейік. А, В. Будандастырамыз. А, В. Өздігінен деп тұр, демек өз-өзіне будандасады деген сөз. Бұның ұрпақтарына гендері қалай түседі, гаметаларға ген қалай түседі? Оны табу үшін біз әріптерді бір-бірімен біріктіріп шығамыз. Бірінші әріппен бірінші В әріпі. Сонда бізде мынандай гамета шығуы мүмкін. Бірінші әріппен екінші В әріпі. Бізде мынандай гамета шығуы мүмкін. Екінші әріппен бірінші В әріпі. Мынандай гамета шығуы мүмкін. Екінші әріппен екінші В әріпі уже мынандай гамета шығуы мүмкін. Бұл бір ата-анасынікі. Осыны алып бір жақ шетіне полный бір қатарға орналастырып шығамыз. А, В, жаңағы тапқанымызда. В және де В. Одан кейін екінші ата-анасын дәл солай тауып аламыз. Бірінші әріппен бірінші әріпті қосамыз. В. Бірінші әріппен екінші әріпті қосамыз. А мен В. Екінші әріппен бірінші әріпті қосамыз. А мен В. Екінші әріппен екінші әріпті қосамыз. А мен В. Демек екінші ата-анасы да дәл осындай белгілерді алады деген сөз. В және В. Бір қатарға осы төртеуін жазып шығамыз. Одан кейін не істейміз? Мына бос ұяшықтарға
әкесінен келген а әрпін, анасынан келген а әрпін жазып шығамыз. Допустим, бұның біреуі әкесі, біреуі анасы. Мына жағы анасы дейік, мына жағы әкесі дейік. Сонда анасынан үлкен а кеп тұр. Әкесінен де үлкен а кеп тұр. Анасынан кішкентай в кеп тұр, әкесінен де кішкентай в кеп тұр. Мына жерде де анасынан үлкен а кеп тұр. Әкесінен үлкен а кеп тұр. Анасынан кішкентай в кеп тұр, әкесінен де кішкентай в кеп тұр. Тура солай, анасынан мына жерде үлкен а кеп тұр, әкесінен үлкен а кеп тұр. Анасынан кішкентай в кеп тұр, әкесінен де кішкентай в кеп тұр. Мына жерде де дәл солай, анасынан үлкен а келіп тұр, әкесінен де үлкен а кеп тұр. Анасынан кішкентай в-ның гені кеп тұр, әкесінен тоже кішкентай в-ның гені кеп тұр. Мына жерде қарасаңдар барлық әріптер бірдей, демек ары қарай бәрі бірдей болып шығады деген сөз. Бәрі осындай. Жазбай ақ қояйық сол үшін. Так, яғни егер бізде бұл бұршағымыз мынандай болса, оның ұрпақтары 100% а 100% в болып шығады деген сөз. Яғни 100% сары бұдыр болып шығады. Егер мына бұршағымыз белгісіз бұршағымыз гені мынандай болса. Ал енді екінші вариант бізде мынандай болған, бұл да сары, бұл да бұдыр ғой. Демек бұл екінші вариант мынандай болуы мүмкін. Бұны да P торына салып шығарып көрейік. P торына салып шығарамыз. Так. Екінші вариантымыз жаңа айтқанбыз, бізде мынандай болуы мүмкін бұл сары бұдыр бұршағымыз. Осыны өздігінен тозаңданса, өз-өзіне қосамыз деген сөз. Өз-өзіне будандастырамыз. Тоже ата-анасынан белгілер қалай түседі? Соны моногибридтідегідей тауып аламыз. Бірінші а мен бірінші в-ны қосамыз. Бірінші а мен екінші в-ны қосамыз. Екінші а мен екінші в-ны қосамыз. Екінші а мен екінші в-ны қосамыз. Мына жерде де дәл солай. Мына екеуі бірдей ғой, демек ода да мынандай әріптер шығады деп санайық та жазбай қойық, Үлкен P торын сызып аламыз. Үлкен етіп тор сызамыз. Ортасына осылай яшықтарды орналастырамыз. Бір, екі, үш, төрт. Все. Енді бір жақ шетіне чисто анасының гендерін жазып шығамыз. Допустим, мамасы мынау дейік. Гендерді қатар-қатар жазып шығамыз. Жаңа алған гендеріміз. АВ деген ген болды. Тағы да АВ деген ген болды. Кішкентай В деген геніміз болды. Тағы да кішкентай В деген геніміз болды. Әкесінікі дәл солай, өйткені екеуінің гендері бірдей ғой, дәл осылай гендерді жазып шығамыз. АВ және АВ. Енді яшықтарға не жазамыз? Анасынан келді үлкен а. Әкесінен де үлкен а деген белгі келеді. Келесі, анасынан бізде кішкентай в белгісі келсе, әкесінен де кішкентай в белгісі келеді. Будандастыруды жүргізіп жазып шығамыз. Келесі, мына жақта анасынан үлкен а кеп тұр. Әкесінен үлкен а кеп тұр тоже. Мына жақта кішкентай в. Будандастырамыз, дальше кеттік. Мына жақта үлкен а кеп тұр. Ал мына жақта анасынан кішкентай а кеп тұр. В-лары бәрінде кішкентай. Мына жақта әкесінен үлкен а кеп тұр, анасынан кішкентай а кеп тұр, В-лар бәрі кішкентай. Так, дальше будандастырып жүзеге асырамыз. Мына жақта на әріпті, мына жақта на аны аламыз. Бір в-ны мына жақтан аламыз, бір в-ны мына жақтан аламыз. Тура солай жүргізіп шығамыз барлығын қосып. Мына жақта үлкен а мына жерден келеді, кішкентай а мына жерден келеді, Мына жақта үлкен а келеді, мына жақтан кішкентай а келеді. Тура солай мына жерден үлкен а кеп тұр, мына жерден кішкентай а кеп тұр. В-лар бәрінде кішкентай. Вообще бізде үлкен в жоқ, бәрінде кішкентай в бар демек. Мына жақта үлкен а, кішкентай а, в. Мына жақта кішкентай а кеп тұр, мына жақтан да кішкентай а кеп тұр. В-лар бәрінде бірдей. Мына жақтан кішкентай а кеп тұр, мына жағынан да кішкентай а кеп тұр. В мына жақтан кеп тұр, бір в мына жақтан кеп тұр. Яғни бір белгіні анасынан алады, бір белгіні әкесінен алады. Тура солай мына жерде де. Үлкен а мына жерден анасынан кеп тұр, кішкентай а әкесінен кеп тұр. Екеуінен де кішкентай в кеп тұр. Тура солай дальше кеттік. Үлкен а, кішкентай а, в. Мына аны аламыз, мына жақтан мына аны аламыз. Мына жақтан в-ны аламыз, мына жақтан кішкентай в-ны аламыз.
Ауадан алмаймыз, ауадан алып қоспаймыз. Мына жерде не жазылып тұр, соны ғана қосамыз. Мына жерден бір әріпті аламыз, мына жерден бір әріп, мына жақтан бір әріпті аламыз. Осылай каждый әріпті қосып жазып шығамыз. Енді қарасақ, барлық жағдайда бізде кішкентай в. Демек, бұл бұршақтардың бәрі бұдыр деген сөз, иә? Ал енді түсіне қарасақ, кейбір жерде бізде үлкен алар тұр, кейбір жерде кішкентай алар тұр. Демек, бұл жерде уже бізде кейбір бұршақтар сары болып шығуы мүмкін, сары бұдыр. Мынаның бәрі сары бұдыр болады ғой, мысалы. Мынау сары бұдыр болады, себебі үлкен А тұр. Мына жерде үлкен А бар, значит сары бұдыр болады. Мына жерде үлкен А бар, значит сары. Мынау да сары. Мына жерде үлкен А сары. Мына жерде үлкен А, демек бұл да сары. Мынау да сары бұдыр. Мынау да сары бұдыр болады. Үлкен әріп бар болғандықтан. Ал мына жерде үлкен әріп жоқ, тек кіші әріп қана. Ал кіші әріп бізде береді жасыл түсті, иә, міне жасыл деген болатынбыз. Демек, бұл жерде ұрпақта уже жасыл түсті, яғни жасыл бұдыр бұршақтар бар деп санаймыз. Жасыл бұдыр. Енді біз қатынасын санауымыз керек. Қатынасын санаған кезде просто санаймыз, қаншауы сары бұдыр, қаншауы жасыл бұдыр. Мысалы, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 штук бізде сары бұдыр бұршақ шығып тұр. Мына жерде міне 1, 2, 3, 4 штук жасыл бұдыр бұршақ шығып тұр. Демек, қатынас фенотипте 12-нің 4-ке қатынасына тең деген сөз. 12 сары бұдыр, 4 жасыл бұдыр бұршақ шығып тұр. Осылай есептейміз, достар. Екінші типтегі есептерді көрейік. Мына есеп бізде осыған ұқсас есептер қаңтар бұтыда келді. Ендеше кеттік қарайық. Тауықта қара түсі үлкен А, қоңыр түсі кішкентай А, яғни қара түс доминантты, қоңыр түс рецессивті белгі деген сөз. Айдарының болуы, айдар деген төбесіндегі мынандай қызыл нелер ғой, сондай заттар ғой шығып тұратын. Айдарының болуы үлкен В, демек бұл бізде доминантты, айдарының болмауы кішкентай В, демек рецессивті белгі. Бізде тауық пен қораз бар дейді. Екеуі де қара, екеуінде де үлкен А бар екен уже. Екеуінің де айдары бар, демек екеуінде де үлкен В бар деген сөз, иә? Үлкен В бар дейді. Бірақ білмейміз ол. Мынандай ма? Мынандай қара тауық пен айдар бар тауық па? Әлде мынандай ма? Білмейміз, иә? Қайсысы екенін білмейміз. Оны білу үшін ұрпағына қараймыз. Бізде ұрпақты беріп қойған. F1-де дейді ұрпақта. Барлығы 13 балапан алынды. Жетеуі қара айдары бар дейді. Қара айдары бар белгі шығып жатыр. Үлкен А-ның, үлкен В-ның белгісі шығып жатыр. Үшеуі қоңыр айдары бар. Қоңыр белгі шығып жатыр. Демек, уже мынаны аламыз деген сөз. Себебі кішкентай А ғой қоңыр. Егер бұл жерде мынандай болса, оның ұрпағында қоңыр шықпайтын еді. Мына әріп жоқ өйткені. Бізде демек мына әріп бар деген сөз. Гетерозиготаны аламыз. Дальше. Айдары бар дейді. Қоңыр айдары бар дейді. Демек, мынаны алдық, қоңыр бар болған соң. Енді екеуі қара айдары жоқ дейді. Қара цвет шығып жатыр, үлкен А-ның цветі. Айдары жоқ белгі шығып жатыр. Яғни кішкентай В-ның белгісі шығып жатыр. Демек, ата-анасында оның гені бар деген сөз. Демек, бізде ата-анасында үлкен В мен кішкентай В деген гетерозигота деген сөз. Себебі, егер ол гомозигота болатын болса, ұрпақта айдары жоқ, балапандар шықпайтын еді. Айдар жоқ, балапан шығып жатыр, демек айдары жоқ деген ген ата-анасында бар, хотя ата-анада айдары бар болса да өздерінде. Демек, оларда ген бар сондай. Так, ата-анасын сонымен тауып алдық. Қалай таптық? Басынан бір қарайық. Бізде ата-анасы қара және айдары бар дейді. Қараның бізде екі белгісі бар. Либо ол мынандай қара болады, либо мынандай қара болады. Және айдары бар дейді. Айдары бар, ол бізде үлкен В ғой. Демек, ол либо мынандай айдары бар қораз, либо мынандай айдары бар. Гетерозиготада да ол бәрібір айдары бар болып шығады себебі. Біз білмейміз қайсысы екенін бірақ. Ұрпағына қараймыз білмеген соң. Балапандар алынды, қара айдары бар балапан алынды дейді. Қараның белгісі шықты, үлкен А-ның. Айдары бардың белгісі шықты, үлкен В-ның. Келесі,
қоңыр айдары бар балапан шықты дейді. Демек, кішкентай аның белгісі бар деген сөз. Біз уже мына вариантты аламыз. Егер мына вариант болса, ұрпақта қоңыр балапан шықпайтын еді. Қоңырдың гені себебі кішкентай а. Демек, мынаны сызып тастаймыз. Дальше, қара айдары жоқ, балапан алынды дейді. Айдары жоқ деп тұрса, демек уже мына ген бар деген сөз ғой. Демек, мынаны аламыз. Егер бұл бізде мынандай болатын болса, онда айдары жоқ балапан ұрпақта шықпайтын еді. Себебі ген жоқ ондай. Демек, мынандай ген бар деген сөз бізде, уже мына белгіні аламыз. Так, осылай алдық. Дальше будандастыруды жүзеге асырамыз. А, В, В. Енді қараймыз, достар. Гаметаларға ген қалай түседі? Бірінші әріппен В-ның бірінші әріпін аламыз. А, В. Бірінші әріппен В-ның екінші әріпін аламыз. А және кішкентай В. Екінші әріппен В-ның бірінші әріпін аламыз. А және үлкен В. Екінші әріппен В-ның екінші әріпін аламыз. А және кішкентай В. Енді қарасақ, анасы мен әкесінікі бірдей бізде, иә? Демек, біреуін алсақ болды, екеуінікі де бірдей гаметалар шығады деген сөз. Дальше үлкен П-ні торын сызамыз. Үлкен П-ні торын сызып аламыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сонымен бізде жалпы 25 ұяшық, осындай үлкен П-ні тор шықты. Үлкен торға жаңақ тапқан гаметаларымызды орналастырамыз. Міне А, В бар бізде. Орналастырамыз. Кішкентай А мен үлкен В бар, орналастырамыз. Үлкен А мен кішкентай В бар екен, оны да орналастырамыз. Кішкентай А мен кішкентай В бар екен, оны да орналастырамыз. Дальше екінші жағына дәл солай екінші ата-анасыныкін орналастырамыз. Екіншісінікі бірдей дәл осындай, иә? Орналастырамыз. А, В. А, В. Және кішкентай А мен кішкентай В болды, иә? Енді мына ұяшықтарға, бос ұяшықтарға ұрпақта қандай белгілер шығуы мүмкін? Соны жазып шығамыз. Мына жақтан үлкен А, мына жақтан үлкен А кеп тұр. Мына жақтан үлкен В, мына жақтан үлкен В кеп тұр. Мына жақтан кішкентай А, мына жақтан үлкен А кеп тұр. А деп жазамыз. Үлкен В, мына жақтан үлкен В кеп тұр. Мына жақтан үлкен А, мына жақтан үлкен А кеп тұр. Мына жақтан үлкен В кеп тұр. Мына жақтан уже кішкентай В кеп тұр. Мына жақтан үлкен А, кішкентай А. Үлкен В, кішкентай В. Осылай барлығын жеке-жеке жазып шығамыз. Мына жақтан үлкен А, мына жақтан кішкентай А кеп тұр. Үлкен В кеп тұр мына жақтан да. Так, мына жақтан кішкентай А кеп тұр, мына жақтан да кішкентай А кеп тұр. Мына жақтан үлкен В. Мына жақтан үлкен А кеп тұр, мына жақтан кішкентай А кеп тұр. Так. Шимайлан кетті ғой. Так, мына жақтан үлкен А кеп тұр, мына жақтан кішкентай А кеп тұр, иә? Мына жағынан бізде үлкен В келсе, мына жақ шетінен кішкентай В кеп тұр. Дәл солай кішкентай А, мына жақтан кішкентай А. Мына жақтан үлкен В, мына жақтан кішкентай В. Жеке-жеке жазып аламыз. Келесі рядқа кетеміз. Мына жақтан үлкен әріп кеп тұр. Жазамыз. Мына жақтан үлкен әріп В-дан, мына В-дан кішкентай әріп кеп тұр. Мына жақта кішкентай әріп, мына жақта үлкен әріп кеп тұр А бойынша. Үлкен А, кішкентай А. Мына жақтан кішкентай В, мына жақтан үлкен В. Үлкен әріпті всегда бірінші жазамыз. Так, мына жақтан үлкен әріп. Осылай будандастырып жүргізіп шығамыз. Каждый әріп бойынша міне кішкентай В, мына жақтан да кішкентай В кеп тұр. В. Дальше үлкен А, кішкентай А. Кішкентай В, кішкентай В. Дальше кеттік ең соңғы рядқа. Мына жақтан үлкен А, мына жақтан кішкентай А. Мына жақтан үлкен В, мына жақтан кішкентай В. Мына жақтан кішкентай А, мына жақтан кішкентай А кеп тұр. Мына жақтан үлкен В, мына жақтан кішкентай В кеп тұр. Жазамыз. Әр ұяшықтан өзіне келген белгілерді жазып толтырып шығамыз. Мына жақта үлкен әріп, мына жақта кішкентай әріп кеп тұр А бойынша. В бойынша мына жақтан кішкентай әріп, мына жақтан да кішкентай әріп кеп тұр. Мына жақта кішкентай әріп, мына жақта кішкентай әріп кеп тұр. Мына жақта кішкентай В кеп тұр. Все. Барлық будандастыруды жүзеге асырдық. Енді бұлардың
генотиптерін біз сипаттап шықтық деген сөз уже. Генотип бәрін уже жаздық. Ұрпағында қанша генотип бар, соның бәрін жаздық. Енді фенотипті қарайық. Мына жерде қаншауы қара, қаншауы айдары бар, қаншауының айдары жоқ, соның бәрін. Так, бірінші вариантты қараймыз. Үлкен А бар, демек ол бізде қара түс, мына жерде жаздық, иә? Қара түс, үлкен А. Демек, мына жерде бізде қара болып шығады, қара деп жазып қояйық. Одан кейін айдарының болуы үлкен В, болмауы кішкентай В. Так, бар деп жазып қояйық. Қара айдары бар. Мынау бізде үлкен А тұр, демек уже қара, үлкен В тұр, демек айдары бар. Мына жерде үлкен А тұр, демек уже қара деген сөз, үлкен В бар, демек айдары бар. Келесі үлкен А бар, уже қара деген сөз. Үлкен В бар, демек бұл бізде айдары бар деген сөз. Бар деп жазып қояйық. Мына жерде де үлкен А тұр, демек бұл бізде қара цвет. Үлкен В тұр, демек бұл бізде айдары бар деген сөз. Бар деп жазып қояйық. Мына жерде екеуде кішкентай А. Кішкентай А бізде қоңыр цветті береді. Демек бұл қоңыр. Давайте басқаша әріппен жазайық. Қоңырды ың деп жазып қояйық, иә? Ың деген қоңыр дейік. Так, кішкентай В айдарының болмауы, үлкен В айдарының болуы. Мына жерде үлкен В тұр. Демек, бұда айдары бар. Қоңыр айдары бар. Так, дальше кеттік. Мына жерде үлкен А бар, демек бұл уже қара. Үлкен В бар, демек айдары бар. Кішкентай А, екеуде кішкентай, демек қоңыр, ыңмен белгілеп қояйық. Үлкен В бар, демек уже айдары бар деген сөз, иә? Бар деп белгілеп қояйық. Мына жерде үлкен А, демек уже қара. Мына жерде айдары бар, өйткені үлкен В тұр, иә? Мына жерде үлкен А, демек қара. Үлкен В, демек айдары бар, иә? Үлкен А, демек қара цвет. Үлкен, жоқ, кішкентай В ғана екеуде. Демек айдары жоқ деген сөз. Ж деп қояйық. Мынау бізде қара, өйткені үлкен А тұр. Үлкен В жоқ екеуде, кішкентай В. Демек айдары болмайды, жоқ. Ж деп қояйық. Үлкен А бар, демек уже қара. Үлкен В бар, демек айдары да бар. Кішкентай А. Екеуде кішкентай А, значит бұл бізде қоңыр цвет, иә? Ың деп қояйық. Үлкен В бар, значит уже бізде айдары да бар деген сөз. Б деп қояйық. Үлкен А бар, значит қара цвет. Кішкентай В, үлкен В жоқ, значит айдары жоқ. Жоқ деп қояйық. Мынау кішкентай А, демек бұл бізде қоңыр, ың деп қояйық. Және екеуде кішкентай В, ол бізде айдардың болмауын береді. Демек жоқ деп қояйық. Ал енді қараймыз. Фенотип бойынша санап шығайық. Қаншауы қара, қаншауы қоңыр, соның бәрін. Бірінші қара және айдары бар. Бұршақта нелерді? Бұршақ деген соң. Тауықтарды санап шығайық, балапандар. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз и тоғыз. Тоғызы бізде қара және айдары бар. Енді қара айдары жоқтарды санайық. Міне мынау қара айдары жоқ, қара айдары жоқ, қара айдары жоқ. Үшеу, иә? Үшеуі қара және айдары жоқ. Келесі қоңыр айдары бар дегендерді санайық. Мынау қоңыр айдары бар, қоңыр айдары бар, и мынау бізде қоңыр айдары бар, иә? Так, үшеу шықты. Үшеуі қоңыр айдары бар. Және біреуі бізде қоңыр және айдары жоқ болып шығып жатыр, иә? Біреу қоңыр, айдары жоқ. Демек, қатынас бізде 9-дың 3-ке, дальше 3-ке және 1-ге қатынасындай деген сөз. Осындай қатынас шығады. Жалпы бізде 16 шығу керек қосқан кезде. Өйткені 16 ұяшыққа біз жазып шықтық, 16 ұрпақты қарадық. Қосатын болсақ, 9-ға 3-ті қосамыз 12, 12-ке 3-ті қосасың 15, 15-ке 1-ді қоссаң 16. Шығып тұр. Демек, дұрыс есептедік деген сөз. Осылай есептеп жазып шығамыз, оқушылар. Асықпай қарап шығыңдар. Оңай нәрсе, қиын түгі де жоқ. Келесі есепті талдап көрейік. Жидегі қызыл түсті. Мұртшасы бар бүлдірген дейді. Так, белгілерді сразу жазайық. Қызыл деген белгі бар екен. Және мұртшасы бар деген белгі бар екен. Бар деп қоя салайық, иә? Ақ түсті, жидегі ақ деген белгі бар екен, қызылдың жидектің үші. Және мұртшасы жоқ дейді, мұртшасы жоқ деген белгі бар екен. Екеуін будандастырды дейді. F1-де жидегі қызғылт түсті дейді. Қызғылт, яғни розовый түс шығып жатыр. Демек, бұл бізде толымсыз доминанттылық деген сөз, иә? Егер қызыл мен ақты қосып
розовый шығып жатса, қара мен ақты қосып серый шығып жатса, сұр шығып жатса, ол бізде толымсыз доминанттылық деген сөз, иә? Бұндай жағдайда үлкен А бізде қызыл, кішкентай А ақ цветті береді. Бәрі жидегі қызғылт түсті шыққан, мұртшасы бар өсімдік алынды дейді. Ұрпақта бәрі мұртшасы бар. Демек, мұртшасы бар болса, мұртшасының бар болуы ол бізде үлкен әріппен белгіленеді деген сөз. Ұрпақтың бәрінде мұртша бар ғой. Демек, бұл бізде доминантты белгі. Ал мұртшасы жоқ, ол рецессивті белгі деген сөз. Себебі ұрпақта көрініп тұрған жоқ. Енді қарайық. Барлық генотиптерді сипаттау керек екен. Бұл жерде жидегі қызыл түсті. Қызыл болып тұр, демек ол бізде мынандай белгі. Егер ол А болса, қызыл болып шығады. Кішкентай алар болса, жидегі ақ болып шығады. Ал егер гетерозигота болса, жидек розовый болып шығады. Роз деп қояйын, розовый болып шығады. Міне айтып тұр ғой, қызғылт түсті. Қызыл деп тұр, демек уже бізде бір-ақ вариант бар. Значит, ол А деген сөз. Мұртшасы бар дейді. Мұртшасы бар болса, В деген сөз. Екіншісі, жидек ақ түсті дейді. Ақты да уже тауып қойдық, бізде А болу керек. Және мұртшасы жоқ дейді. Мұртшасы жоқ болса, так В мен белгілейміз, кішкентай В. Демек, В деген сөз. Екеуін будандастырамыз. Бұл бізде бірінші ұрпаққа тән. Бірінші ұрпақта егер екеуі де гомозигота болса, ұрпақтың бәрі гетерозигота болып шығады. Мендельдің бірінші заңы, мамасынан мынаны алады, допустим, әкесінен мынаны алады. Қай жағдайда болса да, қалай алсаң да, бәрі мамасынан үлкен А келеді. Өйткені мамасында только үлкен А ғана бар. Ал әкесінен всегда кішкентай А келеді. Демек, ұрпақтың бәрі де мынандай болады. Және анасынан үлкен В кеп тұрса, әкесінен кішкентай В кеп тұр. Барлық жағдайда. Өйткені анасында только мынандай, әкесінде только мынандай ғана ген бар. Бұл бізде F1-де барлығы осындай болып шығады деген сөз. Бұл бізде Мендельдің бірінші заңына сәйкес келеді, біркелкілік заңы, Гомозиготаларды будандастырса, ұрпақтың бәрі гетерозигота болып шығады. Және бұл бізде қызғылт, қызғылт, розовый. Нәже айтқандай, қызғылт түсті. Мұртшасы бар өсімдік шықты. Енді бізден не сұрап тұр? Генотипті белгіледік, міне, мынауысындай деп белгілеп шықтық. Белгілер қалай тұқым қуалайды дейді. Қалай тұқым қуалайды? Түс бізде толымсыз доминанттылық бойынша. Ал мұртшасының бар немесе жоқ болуы толық доминанттылық бойынша тұқым қуалайды. Так, енді бізден сұрап тұр, жидегі қызғылт, мұртшасы жоқ сорт алуға бола ма дейді. Ол үшін біз не істейміз? Екінші ұрпақты қарап көреміз, яғни мынаны өзімен будандастырып көреміз деген сөз. Кешірім сұраймын, аллергиям ұстап тұр. Так, өзімен будандастырсақ қалай болады? Яғни А, В. Осы бұршақты өз-өзімен, бұршақ деп бүлдіргенді өз-өзімен будандастырып шығамыз. Ол үшін не істейміз? Гаметаларға қалай түсетінін анықтап аламыз. Қалай анықтаймыз? Бірінші әріппен бірінші әріпті қосамыз. Бірінші әріппен екінші әріпті қосамыз. Екінші әріппен бірінші әріпті қосамыз. Екінші әріппен екінші әріпті қосамыз. Сонда бізден мынандай гаметалар шығады. Мына екеуі бірдей, демек гаметалар да бірдей болады, уже жазбай қойсақ та болады. Дальше будандастыруды жүзеге асырамыз. Жаңа параққа жазайық. Үлкен П-ні торын сызамыз. Ғылып тор сызып аламыз. Ойбу, мынау қалай кетті? Қисық болып. Так, дұрыстап сызайын. 1, 2, 3, 4. Дұрыстап сызайын. Так, қазір 1 минут. Былай алайық. Все, шықты. Енді мынаны былай істейміз. В общем, 25 ұяшығы бар, тор сызып аламыз ғой, үлкен П-ні торын. Сыздық. Енді жаңағы тапқан гаметаларымызды, мына гаметаларымызды осы тордың ішіне орналастырамыз, Бізде мынандай гамета бар екен. Мынандай гамета бар екен. Мынандай гамета болды. Және мынандай болды. Міне, тексеріп алайық.
Дәл сол гаметалар, иә? Жақсы, кетті. Енді өздігінен тозаңдану болды, демек екінші ата-анасыныкы де дәл сондай, дәл осы гендерді жазып шыға саламыз. АВ және АВ. Дальше бұдан дәстүрді жүзеге асырамыз. Анасынан үлкен А, әкесінен үлкен А. Анасынан үлкен В, әкесінен үлкен В. Мына жерде үлкен А кеп тұр, мына жақтан да үлкен А кеп тұр. Мына жақтан үлкен В кеп тұр, мына жақтан кішкентай В кеп тұр. Мына жақта кішкентай А, мына жақта үлкен А, демек үлкен А мен кішкентай А гетерозиготы. Мына жақта В, мына жақта В кеп тұр. Мына жақтан мынандай А, мына жақтан мынандай А кеп тұр, иә? Үлкен А, кішкентай А. Мына жақтан үлкен В кеп тұрса, мына жерден кішкентай В кеп тұр уже. Дальше кеттік. Мына жақтан үлкен А, мына жақтан кішкентай В, мына жақтан үлкен В, иә? Жазамыз. Мына жақта үлкен А жазамыз. Кішкентай В, жазамыз. Үлкен А, кішкентай А, үлкен В, кішкентай В. Дальше үлкен А, мына жақтан кішкентай А. Мына жақта кішкентай В кеп тұр. Жазамыз оның бәрін. Мына жақтан үлкен А, мына жақтан кішкентай А кеп тұр. Жазамыз. Үлкен В. Оны да жазып аламыз. Мына жақтан үлкен А келіп тұр, мына жақтан кішкентай А кеп тұр. Мына жақтан кішкентай В, мына жақтан үлкен В. Жазамыз. Кішкентай А, кішкентай А. Аха, асықпай жазып аламыз каждый белгіні. Мына жерде В, мына жерде В. Мына жақта кішкентай А. Мына жақта үлкен В, мына жақтан кішкентай В кеп тұр. Үлкен А, мына жақтан кішкентай А келеді. Мына жақта үлкен В, мына жақта кішкентай В келеді. Үлкен А, кішкентай А. В, кішкентай В. Дальше кеттік. Кішкентай А, мына жақтан да кішкентай А. Мына жақта үлкен В, мына жақтан кішкентай В. Так, мына жақта кішкентай А, мына жақтан кішкентай А кеп тұр тоже. Жазамыз. Мына жақтан кішкентай В келсе, мына жақтан да кішкентай В келіп тұр. Так, дальше. Енді бізден не сұрап тұр? Ұрпақта розовый и мұртшасы жоқ сорт алуға бола ма дейді. Алдымен біз мына сорттарды сипаттап шығайық, фенотипі қандай екен? Үлкен А ол бізде қызыл түсті береді. Кішкентай А ол бізде ақ түсті береді. Екеуі қосылса розовый түсті беріп жатыр, иә? Розовый деп жазып қояйық. Үлкен В ол бізде мұртшасы бар. Кішкентай В мұртшасы жоқ өсімдік. Бар мен жоқ деп жазсақ, иә? Ал енді сипаттап шығамыз. Мына жерде екеуі де үлкен әріп Адан, демек бұл бізде қызыл. Екеуі де үлкен В, демек мұртшасы бар. Мынау бізде үлкен А, екеуі де үлкен А, сол үшін қызыл. Мынау бізде үлкен В бар, демек бұда мұртша бар деген сөз. Мына жерде үлкен А мен кішкентай А кездесіп тұр. Демек бұл уже розовый. Үлкен В мен үлкен В, демек бұда мұртша бар деген сөз. Мына жерде үлкен А мен кішкентай А кеп тұр, демек бұл розовый уже. Үлкен В бар, демек бұда мұртша да бар. Дәл солай кеттік. Үлкен А, екеуі де үлкен А, значит бұл бізде қызыл бүлдірген, иә? В мен В кеп тұр, демек бізде бар, үлкен В бар болған соң. Мына жерде екеуі де үлкен А, демек бұл қызыл, кішкентай В, демек мұртшасы жоқ. Мына жерде үлкен А мен кішкентай А тұр, демек бұл уже розовый. Үлкен В тұр, демек бұл бізде мұртшасы бар өсімдік. Мына жерде де солай, бұл бізде розовый, өйткені біреу үлкен, біреу кішкентай А. Екеуі де кішкентай В, демек мұртша жоқ. Дальше кеттік. Мынада бізде розовый, өйткені біреу үлкен, біреу кішкентай А. В бар, демек бізде мұртша бар. Мына жерде де біреу үлкен, біреу кішкентай, демек бұл розовый гетерозигота болып тұр, иә? Мына жерде үлкен В бар, демек бұда мұртша да бар. Кішкентай А мен кішкентай А, демек бұл бізде ақ. Үлкен В бар, демек мұртшасы бар. Кішкентай А, демек ақ. Үлкен В бар, демек мұртшасы бар. Так, кеттік. Мынау бізде розовый, үлкен А мен кішкентай А. Үлкен В бар, демек мұртшасы бар. Мына жерде үлкен А мен кішкентай А, значит бұл розовый. Екеуі де кішкентай В, демек мұртша жоқ. Кішкентай А, демек ақ. Үлкен В бар, демек мұртшасы бар. Екеуі де кішкентай А, значит ақ. Екеуі де кішкентай В, значит мұртшасы жоқ. Так, енді бізден сұраған болатын.
қызғылт мұртшасы жоқ өсімдік алуға бола ма бұлардан деп, ұрпағында шыға ма деп қарасақ, міне розовый и мұртшасы жоқ өсімдік шығып жатыр. Міне розовый мұртшасы жоқ мына жерде де өсімдік шығып жатыр. Демек, розовый және мұртшасы жоқ өсімдікті алуға болады деген сөз, достар. Осымен бүгінгі дегебетті будандастыруға байланысты практикумымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше оқушылар, сау болыңдар.